Халимаға тікелей қатысы бар. Үйде ата-анасының алдында тып-тыныш, сабырлы қыз. Тірлігі тап-тұйнақтай. Ал қалаға оқуына барса, жемтігін аңдыған қасқырдай, қалталы жігіт аңдығаны оны іштей бала кезден жоқшылық көргеннің кесірі деп алдайды өзін. Әкесі шашын жұлғандай қылып жүріп оқуын төлейді. Ал қыздың ойы басқада. Көзін сүзіп тұрған тананы көргенде, бұқа жібін үзбей қоя ма? Реті келсе пайданып қалуға тырысатын жігіттер қауымы да бар. Алғашқыда бір дөкейдің баласының құрбаны болды. Сыйлық беріп, түнгі клубтарға қыдыртып жүргенге некелі жары етіп алады деп қалса керек. Қыз еш тартынбады. Ол бұған көлік сыйлауға да уәде беріп қойған. Оған сенген Халима ойланбастан бай баласының құшағына құлады. Төгілген абырой үшін ол өкінген де жоқ. Қыз оны маңызды деп ойламады да. Оқуға аяқталуға жақындағанда ғана аяғы ауыр екенін білді. Бірақ кезекті ойыншығынан жалыққан бай баласы бұған күле қарады да, оны ешқашан сүймегенін айтты. Жоспары күл-талқан болған Халима баланы алдыртып тастады. Оқу аяқталған соң қалада қалып, біраз сайрандамақ еді. Қатал әке дегеніне көндіріп, ауылға алып кетті. Ауылға мектепте медбике болып орналасты. Қаланың қызығына үйреніп қалған оның өкпесі қысыла бастады. Бар ойы өз үйінен кету болды, қалай болса да. Сондай ойдың жетегінде жүрген ол ауылдағы тұрмысқа шығуға болатын жігіттерді бақылай бастады. Таңдауы жалғыз шешесінен басқа ешкімі жоқ Сабырға түсті. Ол ауылда майда шүйде түрік жасап, мектепте қарауыл болып жұмыс жасайтын Сабырдың еш арам ойы жоқ, мұң-жон таппай біреу болатын. Әр қыздан бір дәмелі болып, олардың бұны менсінбесін біліп, қастарына жоламайтын да. Бұл салбыраған біреу шешесі қанша жүр дейсің? Не болса да қатыгез әкімнен құтылайын деп ойлады Халима. Енді бұл жоспар құра бастады. Ол Сабырды құрыққа түсіретін жоспар. Сабыр мұны алуын алады-ау, бірақ кейін бетіне салық қылмас үшін адал емес екенін білмеуі керек. Мылтықтың басуына құланың қасуы дөп келіп, әке шешесі алыс қалаға 2-3 күндік жол жүріп, барып келетін болды. Оны естіген қыз Сабырмен қалжыңдасқан болып, арасында сөзбен сөйлеп қалатын. Сұлудан дәмелі Сабыр мәз болатын. Әке шешесі кеткен күні Халима Сабырды шақырды. Үйдегі шкафтың есіктері қирап жатқанын, әкесі оны жасауға кәрі екенін желеу етті. Ыстық тамақ жасап, қызы шараптан да құюды ұмытқан жоқ. Сәлден соң жорта байқамағансып Сабырға сүйкеле берді. Еркек емес пе? Оның да ойы бұзыла бастады. Халима өтірік қарсыласқан болды. Әбден қызған Сабыр ұйықтап кетті. Түннің бір уағында ол Халиманың жылаған даусынан оянды. Ұйқылы ояу, мастығы тарамаған жігіт не болған түсінбей әлек. Бетін басып отырған сұлуды айра-жара бөлмені көріп, есін жинады. Есін жинаған соң, оған үйленетінін айтып Сабырға шақырды. Бәрі көзді ашып жұмғанша болды. Халима әке шешесі келген соң Сабырдың олардың алдынан өтуін барынша жылдамдатты. Сонымен абыроймен қолдан ұзатылған қыз болып шыға келді. Сабыр да риза. Оның шағымданатында жөні жоқ еді. Жұмысы бар, сұлу, тірлігі тапиядай, жарда армандапты ма бұл? Халиманың бар арманы өз үйінен кету болған соң, дегеніне жеткен ол алаңсыз еді. Енесі өзімен өзі, тамағы уақытылы дайын, киімі жуулы, тірліктен қолы босаған. Одан артық не керек? Сабыр тапқан азнаулақ табысын келіншегінің алақанына салады. Үйде Халиманың айтқаны заң. Осылай ешкімге өкпесі жоқ, отбасының бір күні бір күнге ұқсап өте берді. Барлығы жақсы болғанымен, арада 3 жыл өтсе де Халима құрсақ көтермеді. Оның себебін өзі ғана біледі. Ол әрине жас кезінде ойнап жүріп от басқанның, дүниеге келмей жатып үзілген нәрестенің наласы. Халима мен Сабырдың баласын бақсам деген арманмен өмірден енесі де өтіп кетті. Әке болуды аңсаған Сабырдың да шыдамы таусыла бастады. Халима бар кінәні күйеуіне арта салмақ болған еді. Елдің ақылымен
Барды ма әйтеуір, Сабыр қалаға барып тексеріліп келді. Бәрі жақсы екенін дәлелдеп қойды. Сонымен Халиманың аузы жабылды. Ол енді балалы болудың қамын ойлай бастады. Негізінде балалы болу өзін алдау үшін ойдан шығарылған сылтау. Оның баяғы желіккен шақтары есіне түсіп, басқа еркектердің назарын іздей бастады. Бір күні Сабырдың айлығы аз, балалы болған жағдайда оны асырауға жетпейтін желеу етіп, оған алыстан жұмыс, сонда аттандырды. Енді күйеуі 15 күн жұмыста, 15 күн үйде болады. Сабыр сүйген жарын қимай-қимай жұмысына кетті. Сол күннен бастап Халима кезекті құрбанына қақпан құра бастады. Ол ауылға оқу бітіріп келген жас жігіт ерсінді құрығына ілді. Өмірінде қыз құшып көрмеген ұяң жігіт қылықты келіншектің от құшағында өзін жоғалтып алғандай болатын. Ол ылғи Халиманы бір көруді қалап тұратын. Болашағы жарқын, өсеге мүмкіндігі бола тұра ерсін ауылда қалды. Бар тілегі ғашығынан алыстамау. Осылайша жымын білдірмеген екеуінің ойнастығы 2 жылға жалғасты. Ата-анасы ерсінді үйлендіре алмай әлек. Оның көзі Халимадан басқа ешкімді көрмейді. Шіркін, соған үйлене алсам деп армандайды. Қайдан? Сабырдан бұрын екеуінің әкелері-ақ өз қолымен өлтіріп қояр. Ештеңеден хабары жоқ Сабыр 15 күнді әрең өткізіп келетін. Халима да мұны сағынған кейіп танытатын. Әйелден айла артылған ба? Оның үстіне ол әйел Халима болса. Ол Сабырды жақсы көрмейтін еш білдіртпейтін. Оны алдап, арбап дегеніне көндіретін. Сабырдың Халиманың пысықтығынан сыйлы азамат болып отырған елде мойындайтын. Бір күні Сабыр жұмысында алаңсыз жатқан. Бастық шақырып жатыр деген соң асыға басып барды. Қуанышына орай осы жолы 5 күнге ерте қайтатын болды. Ол жайында келіншегіне хабарламады. Тосын сый жасамақшы. Ақыры сүйген жары мұны жоқ кезінде қатты сағынатыны жиытатын еді ғой. Сонымен жылдам батып жолға шықты. Ауылға қайтатын көлікте табыла кетті. Бұл үйге жеткенше қас қарайып түн болды. Қолында бір сөмге тәттілері бар. Халимашы тәттіні жақсы көреді. Әйелін қуантпақ болған ол әдейі көшенің басына түсіп қалды. Ондағысы көліктің даусын естісе, тосын сый болмай қалады дегені. Солай ақырын басып үйіне келді. Есін таныған иті үре қоймады. Өз кілтімен есікті ашып кірген Сабыр сұмдық көрініске тап болды. Мына масқарадан көзі қарауытып, басын ұстап отырып қалды. Жан таласып, киімдерін іздеп жатқан екеуге жан дәрменімен атылды. Халиманы ұра бастағаны сол еді, ерсін сілкіп-сілкіп итеріп жіберді. Жазатайым артында тұрған шкафқа басын соға құлаған Сабырдың көзі аларып сылқ ете қалды. Арада жарты сағаттай уақыт өтті. Халима ерсінен бұрын есін жиып, Сабырдың өлі денесін жұмалай бастады. Оның енді тірілмесін білген әккі келіншек одан құтылудың амалын іздей бастады. 7 түн болғанда ерсін екеуі Сабырдың денесін орап алып шығып, ерсіннің көлігімен ауылдың сыртына алып келді. Осы кездері ауылға келетін жолдарда жөндеу жұмыстары жүргізіп жатқан. Солардан қалған бір шұңғырға өлі денені тастап, екеуі көміп тастады. Осының бәрін жасап жүрген ерсін не істеп, не қойып жатқанын түсінетін халде емес. Себебі өзі қорқып тұрған жігітті сотталып кететінін, әке-шешесі зар жылап қалатынын айтып, Халима одан әрі қорқытып қойған болатын. Некелі жарын өлтіріп қойғаны үшін келіншектің өзі еш шімірікпеді де. Жеделдете ауылға қайтқан екеуі үйдегі Сабырдың келгенінен хабар беретін бар айғақты жойды. Денесі қалш-құлш етіп, есік кіресілі шығасылы ерсін үйіне барып бүк түсіп жатып қалды. Жасаған қылмысы есіне түседі ме, жоқ жауыздығынан шошып оянды ма, ол содан кейін Халиманың үйіне аттап баспады. Анасы Құдайдың зарын қылған соң, көп ұзамай ақ үлкендер таңдаған қызға үйленді. 1 жылға жетпей балалы болып, бақытты өмір сүре бастады. Тек Халиманы көргенде танымағандай өте шығатын. Қорыққаннан қылмысын әшкере етер деп секемденген ол үнсіз жүре береді. Табиғатынан жаны ашу, аяушылықты білмейтін Халима алаңсыз өмірін сүре берді. Сол жағдайдан кейін тәубесіне келудің орнына керісінше қалаған жасайтын болды.
Енді оны қатал әкеде игере алмайтын. Сабыр бейшара із-түссіз жоғалғандардың қатарына еніп сүре берер ме еді? Соңғы кездері ерсін түсінен жиі шошып оянатын болды. Түсінде өздері көміп кеткен жерден шығып келе жатқан Сабырды көретін. Сосын түн баласы көз ілмейтін. Көптен бері дұрыс ұйықтамаған ол жындануға шақ қалды. Көзі шүңкірейіп, асып кетті. Оның бұл түрінен үйіндегілер де шоши бастады. Ерсін енді бұлай жалғастыруға болмайтынын түсінді. Бір күні таңертең ерте тұрып, үймен қоштасты да полиция бөлімшесіне барып, сол түнгі оқиғаны бүкпесі жайып салды. Сол жерде қолына кісен салынып, кейін Халиманы далдырды. Екеуі Сабырды көмген жерді жобалап көрсетті. Ауылдастары бұл жан түршігерлік жағдайды естігенде шошыды. Ерсіннің ата-анасы елге қарайтын халде болмады. Келіндері баласын алып кетіп қалды. Бір әйелдің айласы 40 есекке жүк. Бір Халиманың кесірінен қанша адам қайғы жұтты. Адамды шайтан азғырамын десе табан астында. Сондықтан әр адам барын бағаласа екен. Қанағат пен сенім, мейірім мен махаббат әр отбасының босағасына мәңгілік орнаса екен. Назарларыңызға рахмет. Өз ой-пікірлеріңізді комментария бөлімінде қалдыра кетіңіздер.